Бір күні жас жұбайлар кешке жақын қалаға қыдырғылары келген. Сөйтіп осы кезге дейін балдарына қарап келген қызға қоңырау шалады. Күтуші үйге келгенде екі бала өз бөлмелерінде ұйықтап қалған екен. Сол себепті ол тек балдарға ештеңе болмағанын қарап отыру керек болды. Уақыт өте зерік теледидар көргісі келді. Бірақ жас жұбайлар балдары түнімен кино көрмесін деп тоғын алып тастапты. Күтуші үй иелеріне қоңырау шалып, бөлмелерінде тұрған теледидарды қосуды сұрайды. Рұқсаттарын береді. Бірақ қызда тағы бір өтініш болды. Жатын бөлмедегі терезенің алдында тұрған мүсінді бірдеңемен жауып тастауды сұрайды. Себебі ол мүсін қызға үрей тудырып тұрды. Бірер секундқа тұтқада тыныш болып қалды да, қызбен сөйлесіп тұрған балдардың әкесі айтты. Балдарды ал да тездет үйден қаш. Біз полицияға қоңырау шаламыз. Біздің үйде ешқандай да мүсін жоқ. Полицейлер қоңыраудан кейін 10 минут өткенде үйден үшеуін де өлі күйде тапқан. Ал періште мүсінін сол күйі таппады. Сағат түнгі 3 болатын. Ал мен әлі ұйықтамағанмын. Бүгіндікке көптеген ужас кинолар көріп, қорқынышты оқиғалар оқып тастадым. Тіпті айна алдында қанды Мэри ойынын ойнағым келді. Керіліп, есінеп алдым да, бүгіндікке осы жетер деп өз бөлмеме барып ұйықтауға жаттым. Кейін көрген оқыған құбыжықтар көзіме елестеп, ұйықтай алмайтынымды түсіндім. Не істедім деп ойладым. Қолымды оң жағыма создым да жарық көзін қостым. Үстел үстіне тұрған жарық елестерден арылуыма көмегі тиді. Бірер уақыттан соң жылы көрпешемде ақырындап қалғи бастадым. Осы кезде біреу жарық көзін алдында маған көлеңкесін түсіріп тұрғанын байқадым. Көзімді қатты жаптым да жарыққа қарай бұрылдым. Бірақ ұзын саусақты мұздай қол иығымнан ұстап алды. Кейін бір сыбырлаған дауыс естідім. Жарықты қосқаның жақсы болды. Бұлай сені табу оңайырақ. Мен қызым екеуміз бір-бірімізден алыста тұрамыз. Жай ғана алыста емес, екі елде тұрамыз. Бір-бірімізбен әрине скайп арқылы араласамыз. Міне, ата-аналарының алған үйлері ескі болғаны бұлай тұрсын. Тіпті тарихи. Қабырғалары тастан құралған. Құдай білсін қай жылғы екені. Бір күні қызым екеуміз әдеттегідей әңгімелесіп отырып қалдық. 12-ден өте мен ұйықтап қалдым. Ал ноутбугым қосулы қалып қойды. Ал қызым өзінікін өшірмеген. Менің ұйықтағанымды қарап отырамын деп. Кей кездері ғана қарап тұрған. Бір уақытта компьютер динамигінен түсініксіз дауыс естіген. Орташа бір сыбырлаған секілді. Алғашында қайдан шығып тұрған түсіне алмаған. Бірақ кейін скайпқа жақсылап қарағанда айқайлап жіберген. Дауысынан мен оянып кеттім. Ал ол менің жартылай қараңғы бөлмемнен маған қарай еңкейіп, осы дыбыстарды шығарып тұрған тұман секілді денені көрген. Айқайлап жібергенде елес қызға қараған. Сонда қыз оның көктүмбек көзін көрген. Айтуы бойынша түрі соншалықты қорқынышты, тіпті қорқыныштан жылап жіберген. Содан елес бірден қай жылғы екені белгісіз қабырғаның артына тығылып қалған.